Баршаңызға қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеомызды пельмен, яғни чүпәрі дайындауға арнаймыз. Алдыңғы видеомда жыртылмайтын, езілмей түсетін манты дайындап салған болатынмын. Рецептісін қазір осы экранның бетіне шығаратын боламын. Содан қарап жасап көріңіздер. Әлі де мен арнама тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Пельменімізді дайындау үшін ең алдымен біз қамырымызды елеп алып, оның июін қандырып қоямыз. Қамырымызды елегенге өзімізге керекті ұнымызды алып, оның үстіне жұмыртқамызды салып, бір жұмыртқамызды жарып салып, үстінен тұзды суымызды құйып отырып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр елейміз. Қамырымызды елеп, оның июін қандырып, бетін жауып, тұндырып қоямыз 20-25 минутқа. Енді ары қарата біз оның фаршын дайындаймыз. Ол үшін бізге тағы да өзімізге керекті фаршымызды алып, үстінен бір пиязды майдалап, кубиктап турап алып, қосып араластырамыз. Пияз бен фаршымыздың үстіне дәміне қарата тұзын, қара бұрыш және қызыл бұрышын салып, барлығын бірге араластырып қойып қоямыз. Ары қарата пельменіміздің қамырын жайып алып, оны жұқа или қалың қылып қоймаңыздар. Орташа қалыңдықта болу керек. Өйткені пісірген уақытта ол жұқа болса шашылып кетеді, езіліп. Оны төрт бұрыштылап кесіп аламыз. Ары қарата кесілген қамырларымызға фаршымызды салып түйеміз. Ол үшін бізге орналастыру үшін холодильнигімізге сыйымды ыдысқа ұнымызды сеуіп, түйілген пельмендерімізді салып, морозилкада қатырып, замороженный қойсаңыздар да болады. Ол көпке шыдайды. Керек уақытта алып істей берсеңіздер болады. Менде осындай екі таба шықты пельменім. Біреуін пісіріп, екіншісін морозилкаға салып қойдым. Керек уақытта алып істей үшін. Біреуін қазір пісіргелі отырмын. Тұзды суымызға пельменімізді салып пісіріп аламыз. Біздің үйдегілер сорпамен ішпейтін болғандықтан осылайынан суға пісіріп алып, бетінен тұштылған сары майымызды құйып жесеңіздер өте дәмді болады. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кеткен.